оқушылар, бізде бүгін Pythonға кіріспе, жалпы Python деген не, сол сұрақтарға бүгін жауап береміз. Бірінші ең танымал адам IT саласында ол Гвидо ван Россум. 91 жылы голландиялық программист, қазіргі кезде Microsoftта жұмыс істеп жатқан. Осы адамның арқасында бізде Python тілі пайда болған. Яғни бірнеше миллиард адамның IT-дегі өзгерістерді осы кісі жасаған. Жалпы Python не үшін үйретіп жатыр мектептерде? Ол өйткені өте жеңіл, кодтар яғни өте қысқа, және көптеген IT компаниялар Python тілін қолданады, и оның ішінде көптеген ішінде библиотекалар бар, солар арқылы Pythonды түрлендіре береді. Өте оңай, өте көңілді и ойлау қабілеттерін арттыруға Python арқылы біз сендермен үйренеміз. Pythonмен не істеуге болады деген сұрақ пайда болған шығар. Яғни олмен веб-парақша жасаса болады, яғни ішінде Django, Flask деген сияқты өзінің фреймворктары бар. Жасанды интеллект қазіргі кезде өте танымал, оларда Python тілімен қолданып жатыр. Яғни мәліметтерді өңдеу, яғни деректер базасымен жұмыс жасау, MATLAB деген сияқты анализ жасауға өте күшті, и автоматизация, яғни автоматтандыру деген скрипт жасау, яғни дайын алгоритмдер жасау арқылы көптеген заттар жасауға болады. Әрқайсысына жеке-жеке тоқтасақ болады. Бізде неге жалпы веб парақша екіге бөлінеді, фронт-энд, бэк-энд, яғни именно бэк-эндке Python керек болады. Көп Python тілінде жасалған веб парақшалар ол YouTube, Instagram, National Geographic және тағы да сол сияқты өте танымал веб парақшалар Python тілі арқылы жасалған. Python тілі арқылы жасанды интеллект қазіргі кезде өте танымал, ол да Pythonның көмегімен жасалып жатыр. Енді біз бүгін Python бірінші сабағына көшсек, Python бірінші сабағы біз сіздермен Python қалай орнатады, ID деген не, функциялар, сызықтық алгоритм, арифметикалық амалдар, деректер типтері, синтаксис қалай болады, жалпы кішігірім кіріспе сіздермен жаймен өтеміз. Жалпы программалау тілі деген не ол? Белгілі бір мәселені шешу үшін жасалған бір программа, ол компьютерде өзінің бір тілімен сөйлеседі, яғни біз сіздермен сөйлесу үшін қазақ тілін қолдансақ, адам компьютермен сөйлесу үшін, яғни программалау тілдерін қолданады. Енді келесі IDEL деген, яғни Integrated Development Environment деген ол не ол? Ол орта, яғни программалау тілі мен компьютердің екеуі бір-бірімен сөйлесу ортасы. Осы жерде айтылғандай әрбір адам программалау үйрену керек, өйткені ол біз ойлануға үйретеді, Стив Джобстың айтқан сөздері. Бұған қатты мән бермейік, бұл кішігірім теория. Ал Python қалай орнатамыз, мысалы мына жақта сілтеме дайындап қойдым. Осы сілтемеге басқан кезде бізде Pythonға апаратын жол бар. Осылай Python негізгі сілтемесі python.org. Ішінде осылай скачать деген батырмасы бар. Мына жақта басқан кезде бізде именно macOS-қа арналған версия бар. Соны басқан кезде сіздерге автомат түрде ол басылады. Ары қарай біз орнатсақ болады. Немесе екінші жол бар. Менде көбінесе Python жазу үшін Visual Studio Code деген арнайы бағдарлама бар. Оны да жазып алсаңыздар болады. Яғни бұл жақта кодтарды әдемілеп қолдануға мүмкіндік береді. Қазір файл деп, тексті файл ашқан кезде маған Python тілін таңдап, осы жерге де қарапайым print hello
student деп жазып, бұны запускать етсек, менде бұл жақта уже компилятор. Бұны запускать еткенде сіздерге әрине сақтауға мүмкіндік береді. Сақтағаннан кейін ол уже мына жақта терминалға команда кетеді. Терминалға команда кеткеннен кейін, так, қазір мына жақта менде так, мына жақта run деп бассайын. Или F5 бассаңыздар да болады негізі. Так. Hello Student деген жазу менде шықты. Ол кейін тағы да бөлек уақыт болады, оның бәрін істеуге. Келесі слайдқа өтейік қазір. Так, Python-ды ашып, орнатып болғаннан кейін біз кішігірім практиканы көрсеттім. Print, яғни сәлем Қазақстан. Кез келген текст жазу үшін андай тырнақша қолданамыз. Бір тырнақша, екі тырнақша. Және де егер де екі сөзді бір-біріне былай қосып жазуға болатын болса, біз әшейін ортасына қосу деген таңбаны қосамыз. Егер де біз жазуды 5 рет қайталау керек болса, біз оны 5-ке көбейтеміз. Яғни ол 5 рет бізге көшіріп береді. Егер принттің ішіне жай екі сан қосындысын орындасақ та, ол бізге калькулятор сияқты жасап береді. Азайту, қосу, бөлу тоже солай орындала береді. Бізде екі тырнақша мен бір тырнақша бірдей мән береді, бірақ арасында екеуінің айырмашылығы да бар. Так, егер де мысалы берген бір тексті екі тырнақша алғымыз келсе, біз әрине екі шетіне бір тырнақша қоямыз. Және де берілген мәтінді астыға түсіргіміз келсе, біз /n деген затты қолдансақ, біз берілген текст /n-нан кейін астыға түседі. Яғни оны да кейін практика жүзінде тағы да талай қолданамыз. Так, мына жақта онлайн компилятор. Келесі тапсырма бізде мысалы нұр алты, сәуле, сұлтан, су, бақан, ақ деген сөздерді мағынасына қарап қосу керек. Кейін мысалы еліміздің астанасын 4 рет жазу үшін команда қолдану керек, және осындай бір баспалдақ, төртбұрыш, ыдыс сияқты заттар жасау үшін біз принттің көмегімен жасаймыз. Ол да практикалық сабақтар жауаптарында тұрады. Сіздерге тапсырма ретінде қала берсін. Бүгінге осы жеткілікті. Келесі сабақта біз Python-ды ары қарай жалғастырамыз. Ол жерде біз тіл, алфавит, синтаксис деген заттарда қосымша айтатын боламыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.